Қалайсыз құрметті көрермен, әдеттегідей Дарын онлайн YouTube каналында топ 5 рубрикасы. Бүгін өзінің әртүрлі оқиғаларымен ерекшеленетін топ 5 монарх туралы аз-кем ақпарат беруді жөн көрдік. Шыңғыс ханның шөбересі Хутулун өзін жекпе-жекте жеңген жауынгерге тұрмысқа шығамын деп жариялаған болатын. Хутулун өзі ұзын бойлы, ірі денелі және садақ атудың шебері болған. Ал садақ ату моңғол әйелдері арасында сирек кездесетін жайт екен. Ол өзінің әкесімен бірге аңға шығып, жауға шапқан. Өзін жекпе-жекте жеңген жауынгерге тұрмысқа шығамын десе, егер жеңілген болса, 100 жылқы беру шартта болған. Есесіне үйірін жылқыға толтырған. Аттиланың мұрнынан қан кету себебінен қайтыс болғанын білетін бе едіңіз? Аттила, яғни еділ қаған 20 жыл ішінде үлкен мықты империя құрған ғұн тайпасының монархы. Мұрнынан жиі қан кетуден зардап шеккен Аттила өз тойында ұйықтап кетіп, мұрнынан қан кетіп, ол өкпесіне кіріп қайтыс болды деген дерек бар. Бірақ та басқа да денсаулық жағдайына қайтыс болуы мүмкін, тарихи шындық жоқ. 1746 жылы Швеция королі Густав III кофенің өте зиян екенін дәлелдемек болған екен. Тарих солай дейді. Осының салдарынан ол өзінің халқын әбден әбігерге салған көрінеді. Екі егізді алып, біріне күнде кофені ішкізсе, біріне күнде шай ішуді бұйырған екен. Қайсысы бірінші өледі, соны білмек болған. Есесіне екеуі де аман қалыпты. Елизавета II-нің портреті әлемнің көптеген валютасында кездеседі. Бір емес, бірнеше елдің патшайымы болып табылатын Елизавета II-нің портреті 33 елдің валютасында бейнеленіпті. Алғаш болып 1935 жылы Канаданың валютасында Елизавета II-нің портреті бейнеленген валюта шыққан. Қызық дерек, не үшін Ұлыбритания емес, не үшін Канада? Сіз Голливуд түсірген Спенсер фильмін көрген бедіңіз? Ол фильмде Диана ханшайымның өмірі бал болмағандығы, отбасында көптеген қоқан-лоққы көргендігі айтылған. Тіпті өзінің балаларына тағзым ету керек болған екен. Корольдік отбасы Диананы ашықтан ашық ұнатпады, ал күйеуі ханзада Чарльзбен ажырасқаннан кейін барлық атағынан айырылды. Біз ұсынған монархтардың басынан өткен топ 5 қызықты оқиға осымен тәмам. Бұл тізімге сен қандай оқиғаларды қосар едің? Және де қазақ хандарының басынан өткен қандай қызықты оқиғаларды тұспа-тұс жеткізілген ойларды білесің? Комментарийға жаза кет.